Жақында парламентте қоғамдық қабылдау бөлімінің бір қызметкері мен қабылдауға барған кезде оңаша шығарып алып, мені ісіңіз не еді, не мәселе еді деп сұрап жатырды. Мен қысқаша нақты айтқаннан кейін барып, бізге бір прокурор хабарласып, Гүлсім Сатыбалды сіздерге қабылдауға келіп тұрама. Оның мәселесі негізі Алматы қаласындағы Медеу ауданының әкімдігімен келісіп, бір апаның үйін алуға екеуі келісім жасаған, бірақ апа қайтыс болғаннан кейін Гүлсім Акиматты мен сендерді танымаймын деп ойынан шығарып тастапты. Содан кейін Акимат, сен бізге бермесең, онда біз сені көрсетеміз деп сотқа беріп жүр екен, солардың әрекеті екен, сол рас па деп менен сұрап жатырды. Мен Акиматтың нақты бұл жерде қатысы бар жоғын білмеймін, бірақ кімге кім хабар айтса да бұл теріс ақпарат және жалған ақпарат жеткізген деп. Негізі бас прокуратурада Мехти Назаров және президент әкімшілігінде Ләззат Сүлейменова деген кісілер, бұлар енді басшылардың көмекшілері әңгімелесу үстінде айтып жатыр да, біз сізді мүлде басқаша адам деп ойлап едік, сіз біз ойлағаннан да басқа адам екенсіз ғой деп. Жалпы осы кісілердің әңгімесінен кейін мен өзім ұққаным, жаңағы кісі бар қоғамдық қабылдаудағы мен жайлы ол жерде жалған ақпарат, жалған қисық әңгімелер жүріп жатыр екен ғой деп түйдім. Прокурор менен жоғарғы соттардың мақсаты мен міндеті қол астындағы қызметкерлердің ауызша сөздеріне немесе сырттан келген адамдарды кек алу, өш алу деген сияқты білмеймін, енді қандай болса да енді ауызша әңгімелерге қарап шешім шығару емес, істі нақты ар-ожданға, фактке, заңға сүйеніп әділ шешім шығару керек. Бұл пәтерді алуға ешкімнің қатысы жоқ. Қиналып жалғыз қалған апаның қиналған күндерінде жанынан табылып, тіпті ковид болған кезінде де өз өмірімді жиып қойып, сол кісіге менің анамдай ана ғой деп тастап кетпей, қара барлық қиыншылығына көніп шыдағаннан кейін де шығар Алланың назары түсіп, маған сол кісінің мейірімі түсіп, сол пәтер маған бұйыртып беріп кеткені. Оның үстіне өзім шығармашылық адам болғаннан кейін де қиналып жүрген жандарды көрген кезде жүрегім езіліп кететіні бар. Оны шығармашылық адамдардың бәрі біледі және өзімнің айналамдағы адамдарда менің қандай екенімді жақсы біледі. Сондықтан Берік Асылов және Мерғалиев мырзалар өз көздеріңізбен көріп, мені жеке қабылдауларыңызға кіргізіп, өз құлақтарыңызбен естіп, өз қолдарыңызбен әділ заңды шешім шығаруларыңызды сұраймын. Себебі бұл жерде бір ғана емес, олардың заң бұзарлықтары өте көп.